Қарабалық ауданы әкімдігінің тілдерді оқыту орталығында 8 шілдеде Сөйле Тайм клубы мүшелерімен ел астанасы Нұр-Сұлтан тақырыбында кезекті кездесу өтті. Бас қала жайлы фильмнен үзінді тамашалап, оқылым, жазылым, сөйлесім тапсырмалары жасалды. Кездесу барысында қатысушылар бас қаланың көрнекті жерлеріне онлайн саяхат жасап, пікір алмасты. Сұрақтарға жауап беріп, жаңа сөздермен танысты. Тәуелсіз Қазақстанның дамуы мен әлемге танылуы елорда дамуымен байланысты екені аталды. Сабақ соңында қатысушылар бір-бірін мерекемен құттықтап, жылы лебіздерін білдірді.